Ертеде құлақ асқа атты Құрмерген атты батыр болады. Батырдың жаны қылышында екен. Оның әкесі кедей адам болған. Мал демекші жалғыз биесі болады. Бүкіл еліне сол бие ғана көрінетін сияқты. Сол биенің туылған құлынын жылда бір дауа кетеді екен. Құрмергеннен басқалар оны іздеп шыққылары келмейді. Бір күні Құрмерген әкесінен бата алып, құлындарды іздеуге жолға аттанады. Іздеп күн жүреді, ай жүреді. Жолда бір құлағын жерге төсеп алған бір кісіні көреді. Жөн сұрасып, аты-жөнін айтып болғаннан кейін, мен 7 қабат жер астындағы бүкіл нәрсені тыңдай аламын, дейді тыншы. Ал Құрмерген, менің жаным қылышында, бұлай өмірде өлмеймін. Қаласа менімен бірге жүр, дос болайық, деп екеуі жолдас болып құлындарды іздеуге жолға шығады. Біраз жол жүргеннен кейін олар бірінші су мен екінші судың арасында отырып, ішінде не бар, не жоғын бақылап отқан бір кісіге кездеседі. Жөн сұрасып болғаннан кейін 3 жолдас болып олар құлындарды іздеуге жолға аттанады. Біраз жол жүргеннен кейін бір таудың етегіне жетіп, алдыларына 12 құлын және түгілі тұрған 2 үйді көреді. Үйге кіріп қараса, бірінші үйде дау, екінші үйде 3 қыз ұйықтап жатыр екен. Олар қыздар жатқан үйге кіріп, кім бар деп сұрайды. Сонда қыздардың кішісі оянып, бұл жерде не істеп жүрсіңдер? Бұл жерде тез арада босатыңдар. Келесі үй дау ұйықтап жатыр. Сендерді көрсе, бірінді қалдырмай өлтіріп тастайды, деп сыбырлай айтады. Даудың тұтқында отқан 3 қызда бір елдегі сатушының қыздары екен. Үшеуі де сұлу, ақылды. Қыздар мен құлындарды құтқармақ болған 3 батыр дауды өздері оятып, 60 күн онымен алысып жатып, ақыры оны өлтіреді. Қыздар мен құлындарды құтқарған 3 батыр өз елдеріне қайтпақшы болады. Жол жүрмекке 2 жолдасы өз елдеріне қалып қалады. Ал батыр болса, құлындарды өзімен айдап, қыздардың кішісін өзімен ілестіріп алады. Оны қуанып көрген әкесі мен ел жұрты кішігірім той жасайды. Батырдың бұл эстафетаны 3-ші сынып оқушыларына жолдаймын.